YouTube'да алғашқы 1000 подписчикті жинау көп үшін өтуі қиын үлкен белес сияқты болып көрінеді. Айлап, тіпті жылдап видео саласын, бірақ нәтиже жоқ. Жақсы контент жасап жүрмін деп ойлайсың, бірақ подписчик қосылмайды. Ең қызығы не екенін білесіз бе? Проблема YouTube алгоритмында емес. Проблема дәл басында жіберетін қарапайым қателіктерде. Бұл видеода мен сізге YouTube'да 1000 подписчикке жетудің нақты логикасын көрсетем. Неге біреулердің каналы бір айда атып кетеді, ал біреулер айлар, жылдар бойы бір орында тұрып қалады. Және ең бастысы фокусты не нәрсеге қою керек екенін түсіндіремін. Сонымен қатар сіздерге өзімнің барлық каналдарымда 100% жұмыс істейтін жеке лайфхагымды бөлсем. Мен жаңадан канал ашқанда 1000 подписчик жинағанша әрбір видеомда достар, мен осы айдың соңына дейін алғашқы 1000 подписчик жинауды мақсат етіп қойдым. Осы арманыма жетуге кішкене болсын көмектесіп, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздерші деп айтам. Қарасаңыздар, нақты қай ай екені айтылмайды. Видеоны адам қаңтарда көре ме, шілдеде көре ме, айырмашылық жоқ. Подписка сұрау бәрібір жұмыс істейді. Адамдар біреудің мақсатына немесе арманына себепкер болғанды жақсы көреді. Бұл жай ғана тіркеліңізші дегенге қарағанда 10 есе күшті жұмыс істейтін психологиялық әдіс. Ал енді 1000 подписчикке жетудің қалған негізгі ережелеріне көшейік. 1000 подписчик бұл жай ғана әдемі сан емес. Бұл сіздің каналыңыздың тірі немесе өлі екенін көрсететін басты индикатор. Осы межеден өткен адам ары қаратай оңай өседі. Ал өте алмай жүргендер жай ғана мүлде қате нәрсеге фокус қойып жүргендер. Бірден негізгі мәселеге көшейік. 1000 подписчик видеоны көп салғаннан келмейді. Олар дұрыс видео салғаннан келеді. Көбінің ойы аптасына 5 видеодан ұра берсем, түбі бір видеом атады. Бұл миф. Егер сіз әлсіз видеоны қайталай берсеңіз, сіз тек әлсіз нәтижені көбейтесіз. Бірінші алтын ереже сізге көп видео емес, басылатын, орысша айтқанда кликабельный видео керек. Яғни лентада сіздің видеоны шыққанда көрермен мына видео қызық сияқты, ашып көрейін деу керек. Ал ашқаннан кейін шығып кетпей соңына шейін көру керек. Осы екі формула жоқ па? Подписчикте жоқ. Көбі осы жерде ұрынады, видеоның сапасын тек монтажбен өлшейді. Әдемі түстер, динамикалық монтаж, трендтегі музыка, бірақ идеяның өзі нөл. YouTube'да бірінші болып идея сатады. Монтаж соған берілген соус қана. Сондықтан видео түсірмес бұрын өзіңізге жауап беріңіз. Адам сіздің видеоңызды не үшін көруі керек? Пайдалы видео түсірдім десеңіз, бұл жауап емес. Қызық контент жасадым десеңіз, бұл да жауап емес. Нақтылық керек. Бұл видео қандай проблеманы шешеді? Сонда көрерменге не береді? Қандай эмоция шақырады? Миллиондаған видео тұрғанда көрермен сіздің видеоңызды не үшін көру керек? Міне каналдың өсуі осы сұрақтардан басталады. Екінші мәселе өзіңізге ұнайтын емес, көрерменге қызық контент жасау. Бұл ащы шындық. Көбі YouTube'ды өзінің жеке күнделігі сияқты жүргізеді. Не түсіргісі келеді, соны түсіреді. Не айтқысы келеді, соны айтады. Бірақ сіздің ішкі жан дүниеңіз сізді танымайтын көрерменге мүлдем қызық болмауы мүмкін. YouTube'да басты сұрақ біреу ғана. Маған бұл видеоның не пайдасы бар? Көрерменге бұл керек пе? Видеоны көреді. Қатты керек па? Подписка жасайды. Өте қатты керек па? Каналдағы басқа видеоларды да қосып көреді. Сондықтан сізге анық позиционирование керек. Канал не туралы, кімге арналған, неге адам басқаға емес, дәл сізге жазылу керек. Кішкентай каналдардың басты проблемасы белгісіздік. Бүгін криптовалюта, ертең рецепт, арғы күні влог, көрермен миында сіз туралы образ қалыптаспайды. Ал анық позициясы бар каналдар нарықты тез жаулайды. Егер сіз YouTube'да жай ғана хобби емес, нақты табыс көзіне айналдырғыңыз келсе, жүйесіз әрекетті тоқтату керек. Дәл осы үшін мен YouTube'дан табыс табу клубын аштым. Сабақтарды көру бағасы айына бар жоғы 7500 теңге. Бұл жай ғана чат емес, бұл дайын стратегиялар, трендтегі нишалардың талдауы, жабық разборлар және сіздің қателіктеріңізді түзейтін орта. Каналды нөлден бастап, оны ақша алып келетін активке айналдырудың барлық жолдары осы клубтың ішінде.
Барлығын өзіңіз істеп, айлап уақыт пен нервті жоғалтқыңыз келмесе, видеоның описаниесіндегі сілтеме арқылы клубқа қосылыңыз. Өз каналыңызды кәсіпке айналдыратын уақыт келді. Енді келесі өте маңызды нәрсеге өтейік. 1000 подписчик жинауда көбі неден қателеседі? Превью мен видео атауы. Сіз керемет видео түсіруіңіз мүмкін, бірақ оны ешкім басып ашпаса, еңбегіңіз текке кетеді. ютубта адамдар алдымен сіздің ішкі дүниеңізді емес, сыртқы қаптамаңызды көреді. Сондықтан превью мен тақырып жаңа көрермен алып келетін жалғыз құрал. Орташа түсірілген видео күшті обложкамен миллион просмотр жинай алады. Ал мықты видео әлсіз обложкамен алгоритмнің түбінде өліп қалады. Сондықтан өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен обложкама қарағанда адамда интрига пайда болады ма? Мынаны көрмесем болмайды деген сезім туа ма? Егер жоқ болса, проблема видеоның ішінде емес, сыртында. Келесі фактор алғашқы 30 секунд. Көбі дәл осы жерде көрерменнен айырылады. Видео басталғанда егер сіз сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер, бүгін видеомда өте қызықты теманы талқылаймыз десеңіз, болды, көрермен шығып кетеді. Мұндай кіріспе удержанияны өлтіреді. Удержание құласа, YouTube видеоңызды рекомендацияға шығаруды тоқтатады. Видеоны бірден проблемадан, нәтижеден немесе интригадан бастаңыз. Мысалы, өзіңіз салыстырып көріңізші, видеоны сәлем, бүгін подписчик жинау туралы айтамыз деп бастасаңыз, видео әлсіз болады. Ал егер былай бастасаңыз, егер сіз YouTubeқа видео салып жүріп, әлі 1000 подписчик жинай алмасаңыз, проблема сіз ойлаған жерде емес. Вот осылай бастасаңыз, бірден іліп алып кетеді көрерменді. 5-ші ереже, подписчик сұраудың да логикасы болу керек. Жоғарыда айтқан менің жеке методымнан бөлек, видеоның соңында немесе ортасында былай да айтуға болады. Егер сізге YouTube'ты бос сөзсіз, нақты цифрамен және алгоритм логикасымен өсіру қызық болса, каналға тіркеліп кетіңіз. Каналда тек практикалық кеңестер берем. Вот осы жерде себеп бар. Адам енді не үшін тіркелу кереккен түсінеді. Енді сіздерге қысқа чек-лист берейін. Егер 1000 подписчикті тез арада жапқыңыз келсе, мына 6 қадамды міндетті түрде орындаңыз. Біріншісі, нишаны тарылтыңыз. Каналыңыздың нақты кімге арналғанын шешіңіз. Екіншісі, белгілі бір проблеманы шешіңіз. Әр видео нақты бір проблеманың жауабы болсын. Үшінші, обложка мен видео атауына басымдық беріңіз. Видеоны түсірмес бұрын оның оформлениесін ойлап алыңыз. Төртінші, алғашқы 30 секундты без воды жасаңыз. Интрига немесе уәде беріңіз. Бесінші, мақсатыңызды айтып, көрерменнен қолдау сұраңыз. Алтыншысы, аналитиканы оқыңыз. Қай жерде адамдар шығып кетті, қай тақырып көрерменге ұнады, соны талдаңыз. 1000 подписчик жинау үшін ерекше таланттың қажеті жоқ. Сізге керек нәрсе түсінікті логика, дұрыс фокус және жүйе. Егер сіз YouTube'ты жалғыз өзіңіз қателіктерге уақыт құртып жүргізгіңіз келмесе, 7500 теңгелік жабық клубыма қосылуға шақырам. Сілтеме видеоның описаниесінде және бекітілген комментарийде тұр. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарийге дәл қазір каналыңызда қанша подписчик бар екенін жазып кетіңіз. Келесі видеода 10 000 подписчикке қалай тез жетуге болатынын айтам. Келесі видеоларда кездескенше.